Жоқ, дайындалмаған жақсы таза болады. Өзіңіз таныстырасыз, айтасыз, мен осындаймын деп. Содан кейін жарыс жайлы көңіліңізді, ойыңызды айтсаңыз, и болған. Қазеке, приготовьтесь тоже. Алғана болды. Мына Инстаграмда ашып қарасаңыздар, мәке. Осы Шымкенттегі кейбір бизнесмендер ана бір пәленше деген жәлептің көтіне $10,000 салып жіберген мақтан қылып жазып отырады. Неге осы спортсмендерге да енді сізді айып етпейсіз. Мен ойладым, мына қазақша күрес өтірік күрес күні ойдан шығара. Рахмет сізге. Қыздар ғашық болып қойып, әйеліңізден ажырап әкетіп қоймаймын? Жоқ. Однолюбпын мен. Сіз Тоқаевты көріп қалдыңыз. Не сұрар едіңіз Тоқаевтан? Айтыңызшы өзіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандық көрермендер және бүкіл әлемдегі спорт жанкүйерлері. Мінекей біз уәде бергендей, бүгін Шымкент қаласына келіп, жастар арасында Қазақстан чемпионатынан жаңа беделді авторитетті адамдардан интервью аламыз деді қой. Мұны соған келіп тұрмыз. Жақа, енді өзіңіз бір таныстырып өтіп, сөйтіп айта беріңіз енді. Менің есімім Шалбаев Жарылқасын. Мен осы спортты жүргеніме 40 жыл болды. СССР спорт шеберімін. Жасөспірімдер арасында СССР біріншілігінің чемпион болғам. Мынау қазіргі бүгінгі спорттың даму саласы өте жақсы. Қазіргі мынау жастардың күресін көріп, өте көңілім толып отыр. Жарыс қалай өтіп отыр? Жарыс өте жоғары дәрежеде өтіп отыр. Жақсы. Шымкенттің жетістіктері қалай? Шымкенттің жетістіктері жаман емес. Балалар жақсы. Қазір үлкен салмақта финалға шығып жатыр жігіттеріміз. Өзіңіз спорт саласында жұмыс істеп жүрсіз ба әзір? Иә, спорт саласындамын. Бірақ әдіскермін. Нелеріңіз жаңағы оқушыларыңыз келді ме? Мынандай тікелей сұрақ бәріне қоямыз. Неге Қазақстанда мінекей 100 жылдан астам осы күрес дамып келе жатыр? Қажымұқанның елі, Қажымұқан осы жерден міне зиратта осында жатыр. Неге әлі әлем чемпионы жоқ еркін күрестен? Енді оны қалай айтсам болады екен? Бізде қаржы жағы сәл толықтанбай жатыр ғой. Енді Құдай қаласа қаржы жағы жақсы болса. Қанша ақша керек чемпион қылу үшін? Енді бұл үшін көп жарысқа бару керек. Мына оқу жаттығу сборларды өткізу керек. Мына біздің ең жақсы әлемдегі балуандар бізге алыс емес қой. Дағыстанның жігіттері, Россияның жігіттері, якуттар мысалы алсақ. Оларда да ешқандай не жоқ. Оларда үлкен школа бар. Ол школаға балдарымызды жіберіп, обмен опыт дейді ғой орысша. Сонымен көбірек араластырып, олардың жаңағы тактика, техникасын үйрету керек еді көбірек. Дағыстанның қазір әлемге енді еркін күрес бойынша чемпион екенін ешкім жасырмайды ғой. Иә, жасырмайды. Дағыстанның осыншама жеңіске жетіп жатқанына не себеп оларда? Оларда не бар нәрсе бізде неге жоқ? Олардың не себебі? Олар мына туыла салып мектепке барғаннан соң олардың өзінің, как дейді, орысша айтқанда национальный барбаға жіберген ғой еркін күресті. А бірақ еркін күрес Американың күресі. Неге бізде де осының ұлттық күрес қолмасқа? Енді солар бізде жасау керек енді, мен де соны армандаймын. Қолыңыз жүрегіңіз қойып тұр, шыныңызды айтыңызшы. Қазір біздің қазақша күрес қазақ күресіне келе ме? Әлде мына еркін күрес келе ме? Екеуі де әлі келмейді, дәреже жетпейді. Негізі кезінде қазақ палуандары ертеде тарихта қалай күрескен еді? Қазір қазақша күрес сияқтында киімін ұстап, жоқ әлде қазір еркін күрес сияқты шешім тастап күрескен бе еді? Ол кезде барлығы бірдей болатын ғой, ол кезде Союздың кезінде күрестің дамып тұрған кезде. Қазір енді бұрынғы заманда айтамын, Союзға дейін енді ол кезде мықты болған ғой балалар енді бізде. Мен өзім ойымда енді сіз айып етпейсіз. Мен ойладым, мынау қазақша күрес өтірік күрес күні ойдан шығарған. Негізгі біздің ата-бабаларымыз палуандар жаңағы ит жығыс болса да жерде күресіп жататын еді ғой, иығын жерге тигізбей. Дұрыс па? Дұрыс. А мына қазақша күресте қазір ондай күрес жоқ қой. Бұл енді не дейді, правилаларын бәрін өзгертіп тастаған ғой. Қазір басқаша болып кеткен. Бұрын қазақша күрес Союз кезінде жерде күресетін бе? Ол өте өзі. Я жерде күресетін, оның үстіне жаңағы күшке салып күресетін, онан кейін жаңағы әдістері көп болатын. Аяқты орап тастайтын, күшпен не аласың. Қазір басқаша болып кетті күрестер енді. Енді осы сіз өзіңіз қалай қарайсыз? Еркін күресті ұлттық күрес қылуға бола ма Қазақстанда? Болады. Өте болады. Өте біз болады. Біздің келешек, мен өзім сенем, қазір жастарымыз өте жақсы күресіп жатыр. Иә, қыздарымыз да жақсы өзі. Қазақстанның Азияның чемпионы. Сізге ұнады ма? Маған өте ұнады. Мен өзім кішкене көңілім толды. Мына мен бүгін көргенім Қызылорданың жігіттері жақсы екен. Мен шын айтайын, не айтқан жоқ. Қызылорданың жігіттері, Шығыс Қазақстан жігіттері өте. Қазақстанда негізі күресі мықты өңір, қай өңір болып есептеледі? Енді бұрыннан Талдықорған ғой еді. Талдықорған наймандар мен жалайырлар ұрып тұр. Иә, сол жақтың жігіттері. Бұрыннан енді өзіміз сол школа солай айтқан, Айқан бәрін сол жақтан шыққан. Әлі күнге дейін әлі сол жақтан. Ақтөбенің жігіттері жақсы қазір соңғы кездерде. Және
Бізде Шымкентте жақсы. Бізде мысалы өзімізде де жастар арасынан олимпиада чемпион. Осы жарысты ұйымдастырушы Марат Нұржановты ұстап алдық. Мінекей көрдіңіздер, ақырындап сытылып кетіп барады. Мінекей жарыс құтты болсын. Әдемі жегін өтіп отыр. Біз жаңа уәде бергеніміз бойынша интервью аламыз дедік. Осы жердегі белгілі спортсмендерден, ұйымдастырушылардан, жаттықтырушылардан жақаңнан алып жатырық. Жақаң айып етпес, қолыңыздан алып қойғанымызды микрофонды. Мәке, не дейсіз? Енді бұл Қазақстан Республикасының чемпионаты U15 жасқа дейін және жастар 20 жасқа дейін Қазақстан Республикасының чемпионаты белсенді атқаруға біз кіріскеніміз мынау Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының ұйымымен бұл жерде бірнеше мектептерге жұмылдырып атсалысып жатырмыз. Негізі күрес федерациясы үнемі осы неге Шымкентті сұрай береді? Енді бұл жерге қолайлы және жайлы күнде жылы солтүстіктен келген өңірдің спортшылары, бапкерлері бәрі таң қалып Шымкенттің шырайлы қаласына міндетті түрде келгісі келеді. Біз айта кетейік, мынау Шымкенттегі спорт департаментінің бастығы өзі де еркін күрес шебері ғой. Содан кейін емес пе? Енді біздер спортты өте қолдаймыз. Күрестің қандай оның алдында да басшыларымызда еш қарсылық білдірмеген. Атап айтқан кезде Қазақстан Республикасының чемпионаты ересектер арасында 3 рет қатар өткен. 17, 18, 19 жылы. Былтырдың өзінде де өтті. Жарысты ұйымдастырудың бәріне қаржыны беріп жатқан кім? Енді өз есеп былай федерациясының көмегінен қатты қаражат болып отқан жоқ. Біз өзіміздің осы Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының ұйымдастыруымен және өзіміздің жергілікті Шымкент қаласының күрес федерациясының күрес федерацияның бастығы кім қалада? Қазіргі былтырдан бері Шымкент қаласының күрес федерациясының президенті, Парасат колледжінің ректоры, жаңа директоры болады, Марат Баймырзаұлы. Мардан ағайдың баласы Марат Сапарбаев Марданұлы болады. Ол кісі бар ма қазір мұнда? Бұл кісі болған жоқ шығар қазір финалға кеп қалу керек. Яғни осы жаңағы бастан аяқ болды. Жарысты ұйымдастыруға ол кісілеріне көмек бар ма, себеп бар ма, жоқ әлде әшейін таныс ретінде қойып қойдыңыздар ма? Жоқ, ол кісі де көмектесіп жатыр. Бірнеше біздің спортшыларымызды оқу. Ол департаменттің бастығының ауылдасы болғаннан кейін отырған жоқ қой, федерацияның бастығы? Жоқ, ол жағынан да өзі белсенді атсалысып уже бастап жатқаны бар. Жоқ, ол жағынан деп былай айта алмаймын. Мардан ағайдың баласы енді бізді жерге ұрмайды деп ойлаймыз, енді қолынан келгенше қаржылай да көмектесіп жатқан шығар. Иә, қаржылай да қай спортсмендерге көмектесіп жатыр? Біз нақты айтқан кезде қазір біздің бірнеше оқушыларымыз сол Мардан Сапарбаевтың институтында оқып жатыр. Спорт факультетінде тегіндей оқып жатқан. Былтырғы әлем чемпионатында көмектесуге көмектесіп жатыр. Негізі Шымкент қаласынан бизнесмендерден көмек бар ма негізі? Спортқа, федерацияға? Жоқ, аса жоқ ондай. Аса жоқ па? Неге сіздер сол бизнесмендерге шығып сөйлеспейсіздер, шақырмайсыздар ма, форум жасамайсыздар ма, көрсетпейсіздер ме? Енді ондай белсенді танытатын өздерінің желаниялар болмаған. Оларға айтпасаңыз оларда болмай жүре береді ғой? Енді кезекті кезінде болды. Ондай ұсыныстар әрқайсымыз өзіміздің көмегіміз көрсетеміз деп атсалысқандар шамалы ғана болды. Мынау Инстаграмда ашып қарасаңыздар, мәке. Осы Шымкенттегі кейбір бизнесмендер бір пәленше деген жәлептің көтіне $10,000 салып жіберген мақтан қылып жазып отырады. Неге осы спортсмендерге бермеске сол қаржыны? Енді ол жеке өздеріне сұрау керек болады. Қай немеге беріп, оны мақтанады. 5 минут қой, мына жерде бермейсің бе? Ертең олимпиада чемпионы болса қуанасың ғой. Ол жерде енді спортшыларға осындай қомақты қаржымен болмаса кішкене немемен де көмектессе, олардан нұр үстіне нұр болар. Шымкент қаласында футбол клубқа қанша ақша бөлінеді? О жағын мен білмедім. 6 миллиард теңге дейді, сол рас па? Негізі сіз қалай қарайсыз сол спортты жаңа футболды қаржыландырғанның орнына сол қаржының бәрін осы спортсмендерге айлық қылып берсе? Енді ол қаржы егерде 6 миллиард болатын болса, біздің қаладағы барлық спорт түрінен қомақты қаржы барлығына жетер еді. Бүкіл спорт түріндегі қанша қаржы бөлінеді қаладан? О жағында мен бейхабармын. Бейхабарсыз, яғни сіздің жұмысыңыз қысқа өзіңіздің? Иә, қысқа мен өзім міндеттерім атқарамын. Марат жайлы біз талай репортаж жасай жатармыз. Бұл кісі осы спорт саласындағы өте мәдениетті, ұйымдастырғыш, биязы жігіттердің бірі. Мәке, рахмет сізге. Қыздар ғашық болып қойып, әйеліңізден азап әкетіп қоймай ма? Жоқ. Однолюбпын мен. Однолюб, жарайсыз Мәке, рахмет. Жеңіс тілейміз. Қосарыңыз бар ма тағы да? Енді қосарым осы сіздерге. Мысалы қараңыз, сіз Тоқаевты көріп қалдыңыз. Не сұрар едіңіз Тоқаевтан? Айтыңызшы өзіңіз. Енді белсенділік не деп айтатынға болады енді. Өзіміздің енді тарапымыздан, спортшылардың атымыздан мына мүмкіндік берсе, не жағынан біздің
қала Шымкент қаласында осындай жарыс өткізуге, деңгейіне өткізуге спорт сарайы жетіспейді Шымкент қаласында. Былай айтқан кезде мынау жеңіл атлетика, жекпе-жек спорт сарайы, үлкен ауқымды жарыс өткізетін, жекпе-жек спорт сарайы